Маңғыстау облысының халқы кәдімгі ауыз судан тарығып отыр. Ең сорақысы бұл проблема алдағы 1-2 жылдың шеңберінде түбегейлі шешілмейді. Шалғайдағы ауылдар тіршілік нәріне тек 2020 жылы ғана қол жеткізуі мүмкін. Астанаға арнайы келіп, тілшілермен баспасөз мәслихатын өткізген облыс басшысы Алик Айдарбаев осылай деп мәлімдеді. Өңірдегі өзге де өзекті мәселелер жайында әкімнің есебін тыңдап қайтқан тілшіміз Жадыра Медетбек баяндайды. Мұнайға бай Маңғыстау өлкесі қара суға жармай отыр. Парадокс, бірақ бұл проблеманың барын бүгін әкімнің өзі мойындады. Айтуынша, бүгінде аймаққа шамамен 40 мың текше метр су жетіспейді. Ауылдықтарды тіршілік нәрмен 100% қамту үшін 60 миллиард теңге қажет. Ал мұндай қомақты сома бір күнде бөліне салмайды. Сондықтан олқылықты жою үшін уақыт керек деді әкім. Бұл аздай Ақтау қаласындағы судың сапасы да сын көтермейді. Существует так называемая двухтрубная и существует четырехтрубная система. Сумен жылу беретін 2 және 4 құбырлы жүйе бар. Ал Ақтауда бұл жүйе 2 құбырлы. Сондықтан қыста халық ыстық суда жылыту жүйесінен алады. Басқа амал жоқ. Ал бұл құбыр жазда жөндеуден өтеді. Содан кейін әрине одан бастапқы кезде мөлдір су ақпайтыны айтпаса да түсінікті. Болашақта 4 құбырлы жүйеге көшу жоспарда бар. Таза суға қолы жетпей, лас судан сырқаттанған адамдарды емдейтін дәрігерлер де бұл мекенде қат көрінеді. Медицина мамандарынан гөрі мұнайшылардың қарасы әлде қайда көп деді әкім. Әрине, қара алтынға қатысы бар қызметкердің қалтасы қалың болар айтпаса да түсінікті. Сондықтан мұнайшы болуға жастар ерекше ынталы. Бірақ бүгінде мұнай компанияларында бос орын жоқ. Бюджеттік сферада 80-100 мың теңге, ал мұнайшылар әрине 212 мыңнан артық алады. Әр компанияда өзінің жаңағы жалақасы бар. Сондықтан мұнайшылар осынша алады, мынша алады деп қазір мен айтсам, ертең шатақ болуы мүмкін. Сондықтан олардың жалақылары әртүрлі. Сондай-ақ бұл жиында ашылғаннан жабылғаны тез болған планшет шығару зауытының жағдайы да сұралды. Алик Айдарбаев кәсіпорынның келешегі жоқ деп шорт кесті. Бұдан былай Ақтауда планшет пен теледидар құрастыратын өндіріс орны болмайтынын жеткізді. Есесіне Ақтау портын жандандыруға үлкен күш салынып жатыр. Біз елбасының тапсырмасы бойынша Қазақстан темір жолы компаниясымен бірге Ақтау портын жаңағы мүмкіндігін үлкейтіп жатырмыз. Сондықтан біздің өңір арқылы, біздің порт арқылы көптеген жаңағы жүк тасымалдайтын болады. Оны сіздер білесіздер, бұл стратегияны. Әкімнің баяндауы бойынша өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуында серпін байқалады. Ал кем-кетікті жою үшін тиісті шаралар қолға алынды деп шаң жуытпады. Аймақ басшысы мұнай бағасының құлдырауы да мұнайлы мекенге қиындық туғызбайды деген сенімде. Жадыра Медетбек, Есбол Мұратұлы, Астана.